Әулие сізге былай дейді: амал жақсы болу үшін, оған жасалған ниет Алла үшін болсын. Әр мұсылман шайтаннан және шайтанға қатысты әрбір істен қашуы керек, бұл бір парыз. Біздің нағыз туған жеріміз ақирет, бұл дүние емес. Алла адамның түріне қарамайды, жүрегі мен ісіне қарайды. Алтын, жақұт, асыл іздеме, Алланың сүйіктісі болған әулиені ізде. Сонда осы дүниеде де, ақиретте де жеңілдікте боласың және пайғамбарымыздың байрағының астында жүресің. Ұмытпа, Алла сүйіктісін ізде. Сопылық тарихатта аспанда ұшу, теңіз үстінде жүру, бір уақытта бірнеше жерде көріну, жақсы түс көру қатарлылар еш маңызды емес. Бұндағы маңыздысы кез келген жамандық толқынына сабыр етіп, оған асқар таудай қасқая шыдай білу, артқа шегінбеу болма. Зікір дегеніміз тек тілмен айта беретін сөздер емес, ол жүректің Алламен болған терең байланысы. Егер шайтан мазаласа, әулиеге қарай қаш, себебі әулие Алламен бірге болғандықтан шайтан одан қашады. Жағдайың тым мүшкіл болса да өзіңе өлім тілеме, себебі мына өмірдегі бір тыныс қабірда 1000 жыл жатқаннан да қайырлы. Ештеңе өздігінен бола қалмайды. Барлығын істеп жатқан Алла, біз көріп тұрған мына дүние, мына әлем және барлығы Алланың қолында, оларға заң орнатушы Алла бір өзі. Білім дегеніміз еске сақтап алған нәрселерін емес, бірақ саған пайда беріп жатқан нәрселер. Шайтанның салған сыбырына көптеп көңіл бөлген сайын, шайтан да көптеп сыбырлай беретін болады. Сондықтан оны ешқашан елеме. 1000 жылдық оқу-тоқу Алламен болған бір сәтке жетпейді. Аллаға жақындаудың бірінші шарты өзіңді кішірейтіп, табан астындағы топырақ және күл болып кету. Мәулана Шайх Мехмет әулие.